Сәлем оқырмандарым, мен осы видеомда бүгін кешірім туралы айтқым келеді. Бұл кешірім туралы әңгіме бұрын соңды көпшілігінің айтпаған әңгіме. Әлі маған жазылмаған болсаңыздар, жазылып кетулеріңізді сұраймын. Және де осы видеоны тыңдағаннан кейін міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Сонымен неге кешірім маңызды? Мен бұрынғы видеоларымда да осы жөнінде айтқанмын, дегенмен де бүгін мен сол видеомды ары қарай толықтырайын деп отырмын. Жалпы кешірімді айтпастан бұрын мен мына әңгімеге тоқталғым келеді. Яғни сіздер ойланып көрдіңіздер ме өздеріңіз, неге мен осы отбасында дүниеге келдім, неге менің осы айналамдағы 5 бауырым, немесе 6 бауырым, немесе 1-2 бауырым менімен бірге бір отбасында келген, неге мен осы әулетке келдім, және де неге немесе мысалы неге мен осы жігітке күйеуге шықтым, менің енем неге мына кісі болды, неге менің ата-енем осы кісілер болды, неге мен осы ортада жүрмін, неге мен осы жұмысты жасап жүрмін деген сияқты сұрақтар сіздерді мазалаған шығар, иә? Мысалы менің өзімнің жалпы осы ізденіске түсуіме бір кездері себепкер болған осы ойлар еді. Енді сонымен мына өмірде тартылыс заңы деген бар. Яғни мына ғалам тұтас тұрған бұл энергия. Яғни энергия деп отырғанымыз біздің мына жанымыз энергия. Осы энергияда бұрынғы сабақтарымда айттым ба айтпадым ба, енді нақты есімде қалып тұрған жоқ, бірақ та адамның тәні өлгенмен жаны ешқашанда өлмейді. Яғни сіздің бүкіл осы жерде тағы айта кетейін, адамның негізі адам бірнеше рет мына өмірге қайтып келеді. Сіз өлгеннен кейін сіздің тәніңіз жерге көміледі, жаныңыз ұшып шығады да, яғни рухыңыз ұшып шығады да, жоғарыда мына Құранда айтқандай лахул махфуз деген әлем бар. Былайша айтқанда, қазір жалпақ тілмен айтқанда аспанға ұшып шығады. Сол аспанда обработка деп болады. Яғни сіздің бір ғұмырыңызда өзіңіз не істедіңіз, не қойдыңыз, соның бүткіл информациясының бәрі жазылып тұрады. Енді осы жерде тағы да тартылыс заңына келеміз. Енді тартылыс заңы бойынша адамдар бір-біріне тізбектеліп жүреді. Осы тізбек неден қалыптасады? Енді соған тереңірек тоқталайық. Әрине тыңдағанда бір қызық ақпарат сияқты болатын шығар, бірақ дегенмен де бұл өмірдің шындығы солай. Мен бұны ешқандай да даладан алған жоқпын. Өзіміздің Құран танушы мықты ғалымдар бар, сол ғалымдардың еңбегін оқыдым. Әсіресе саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың өмірін, солардың көзін көрген адамдармен тұстас өмір сүрген Мәулана Руми деген керемет шығыстың данасы, ғалым кісісі бар. Оның шығармаларын реттеп, оны бізге жеткізген түріктің, жалпы осы ислам танушы Нұр Османи Тоббач деген кісілердің кітаптарын оқи отыра, жалпы мен негізгі бұл тақырыптардың барлығында бұрында батыстан оқып жүргенмін, бірақ енді оны адамдарға айтсам ба, айтпасам ба деген сияқты неше түрлі ойларда жүргенмін. Дегенмен де қазір осы тақырыптың барлығы да айтылып жатыр. Мына бұрынғы видеоларымда айттым, біздер қазір эра водолея, яғни су құйғыш дәуіріне келдік. Бұрын жердің қозғалысы 90-шы жылдары 7 герц болатын болса, сіздер білесіздер, өлшем бар. Герц, ампер, вольт деген сияқты өлшемдер бар. Сол сияқты жердің айналысы 7 герц болатын дейді. Ал қазір жердің айналысы 70-80 герцке шығып кеткен. Демек біз мына заманның, әлемнің айналысына біздер де әсер еттік. Негізі олардың барлығы да біздің ойымыздан, жердегі қозғалысты жасайтын адамның басындағы ой, адамның энергиясы негізі. Қазір қарап отырсаңдар, сондай біз қатты жылдам асыққан заманға келдік. Сол асыққан жылдам әлемде біздер енді біздің басты мақсатымыз жалпы 2000-ші жылдардан бергі мына қазіргі келіп жатқан біздер ұрпақтар, біздер тазалаушы ұрпақтармыз. Яғни бір неден эрадан екінші эраға өтіп жатырмыз. Сол эрада, сол дәуірде біздер ортадағы проводники дейді ғой, біз проводникпіз. Яғни екінші бір дәуірге
адамдарды немесе өзіміздің ұрпақтарды тазартып барып өткізуіміз керек. Мынайша айтқанда қазір біздің тазартуымызға, біздің тазалануымызға негізі біздер көп адам ойлайды, ойбай мен тазаланбаймын, оған құдіретім жоқ деп. Негізінде біздің барлығымызда да үлкен құдіретті ұлы күш бар. Біздің барлығымызда, былайша айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда, біз бәріміз мастерміз, барлығымызда шеберміз. Біз тек қана сол қабілетті ашуымыз керек. Ол қабілет қай уақытта ашылады? Ол қабілет егер де біздер мына дәуірде тазаланатын болсақ, біздің қабілетіміз бойымыздан ашылады. Бәріміз де бір-біріміз тазалану арқылы бірін-бірімізді сүйрелей отырып екінші бір дәуірге біз қазір көшетін заман қазір. Время перехода деп айтады қазір оны. Міне енді сол мына өтпелі кезең дегендей, сол өтпелі кезеңдегі ең басты нәрсе мына адамдардың бойында бір-бірімен жақсы қарым-қатынас жасай отырып, адамдар бір-бірімен жақсы қарым-қатынас жасай отырып, бір-бірімен түсінісу. Енді тағы да жаңағы жерге айтып келейін, яғни тартылыс заңы адамдардың арасында мына өмірде неден болады? Яғни немесе сіздің баяғы өміріңіздегі осы тартылған адамдарыңыздың тартылыс заңы неден болды? Бізде көбіне тартылыс заңы мына адамдар бір-бірімен ренжіседі ғой, өкпелеседі, бір-бірімен ренжіседі. Міне, ренжіскен адамдардың, бірін-бірі кешірмейтін адамдардың арасында, бірін-бірі жек көрген адамдардың арасында тартылыс заңы, тартылыс энергиясы мықты бола түседі екен. Мына көбіне бір психологиялық кітаптарда жазады ғой, мысалы орысша кітаптарда көбіне айтып жатады, любовь – это свобода деп. Көрдіңіз ба? Ал көп адам қазір свободный емес. Қазір көп адамның жолының болмай жүргені, бойының ауыр тартып, ауру болып жүрген себептерінің барлығы да осы. Яғни біздер біреуді кешіре алмай жүрміз. Я мына ғұмырымызда кешіре алмадық, я бұрынғы ғұмырымызда кешіре алмадық. Сол кешіре алмаған адамдарымыз мына өмірде бізбен бірге, мына өмірде бірге түседі. Мысалы, қазір сіз ата-анаңызды бір әрекеттеріне болады кешіре алмай жүрген шығарсыз, бірақ тартылыс заңы бойынша сіз сол ата-анаңызды мына өмірге келген кезде кешіру үшін келгенсіз. Түсіндіңіз бе? Ата-анаңызды кешіру үшін келгенсіз. Алла барлық уақытта да әділ, Құран кітапта айтады, барлық уақытта да әділ. Сізге кім ата-ана болды, кім бауыр болып келді, кім күйеу, солардың барлығы да Алланың әділдігімен сізге берілген нығмет. Оған сіз ренжуіңізге, налуыңызға болмайды. Сіз қаншалықты ренжисіз, налисыз, сіздің бойыңызда соншалықты жаман энергетика қалыптаса береді. Жаман бойында энергетикасы қалыптасқан адамның не істесе де ісі оңбайды. Есіңізде болсын, ешкімнің де ісі оңбайды. Сіз қазір не істеймін деп талпынсаңыз да, сіздің ісіңіз алға баспайды. Сондықтан да өзіңіздің бойыңыздағы жаңағы нені жеңіп, тәкаппарлықты жеңіп, біріншіден сол ата-анаңызға ең біріншіден қызмет етіңіз. Ата-анаңызды түсінуге тырысыңыз. Жаңа қазақ айтады ғой, жынды болса байлап бақ дейді. Қаншалықты жаман болатын болса да, олардың іс-әрекеті үшін сіз жауапты емессіз, бірақ сіз өзіңіздің әрекетіңіз үшін сіз жауаптысыз. Сондықтан да жауапкершілікті өзіңізге алып, сол адамдарға рахмет айтып, шын ризалығыңызды білдіретін болсаңыз, сіз ол адамдардың да өміріне әсер ете аласыз. Әсер ете аласыз. Сіз тек қана жақсы ниетпен, жақсы оймен ғана, түсінісу арқылы ғана, иә осы менің тағдырым, иә менің осы өту керек жолым деген кезде ғана сіз ол адамдарға әсер ете аласыз. Ал керісінше кектеніп, мен ол адамдарды түзеймін, мен ол адамдарға намаз оқытамын, мен ол адамдарға бір нәрсе үйретемін дегендердің барлығы да бос сөз. Ол сіздің өзіңізді құрдымға жібереді. Немесе келген ата-енеңіз, неге қазақ баяғыда ата-енеңе қызмет ет деп айтқан? Қызмет ет деп айтқан именно. Неге? Себебі, демек сіздің баяғы ғұмырыңызда осы адамдармен сіздің араңызда алмағыңыз, бермегіңіз болды. Сол бермеген қызметіңізді, бір кездегі бермеген қызметіңізді сіз осы өмірде беруге келдіңіз. Сондықтан да ата-енеңізге адал қызмет ететін болсаңыз, сізге міндетті түрде сіз ойлағандай өмір беріледі. Сіздің ұрпағыңыздың да жолы ашылады. Сіз қазір қаншама әйелдер жүр, ата-енем
бақпаймын, мен балаларымды бақпаймын ба, мен оларды жеткізбеймін ба, олар өспей ме, оларға деген мен жол көрсетуім керек дейді. Есіңізде болсын, ата анаңыздың адал жаңағы батасын алмай, мың жерден де балаңызды шетелге оқытатын болсаңыз да, неше түрлі мықты ғалымдарды қасына байлап қоятын болсаңыз да, сіздің балаңыз оңбайды. Көрдіңіз ба? Міне, Алла әділ барлық уақытта да. Біздің қазақтың философиясы деген өте керемет мықты философия. Біздің қазақ деген соның барлығында білген. Мына неге қазақтар ағаш үйде тұрған? Себебі қазақтар энергия заңдылығын түсінген. Яғни энергия деген үнемі қозғалыста болатын нәрсе. Шәкәрім айтады ғой, жаратылыс басы қозғалыс дейді. Яғни бізде де мәңгілік қозғалыс, жер деген мәңгілік қозғалыста, бізде адамда мәңгілік қозғалыстамыз. Яғни физикада айтқандай бар жоғалмайды, тек бір күйден бір күйге ауысып кетеді. Яғни біз қазір бармыз, бірақ жойылып кетпейміз, бір күйден екінші энергия күйімізге ауысып кетеміз. Яғни сіз мына өмірде не істедіңіз, не қойдыңыз, соның барлығы да информация түрінде, мына жиілік деп айтады ғой, жиілік түрінде біздің мына энергиямызда жазылып қалды. Міне енді біздің мақсатымыз сол бір кездегі жазылып қалған жаман энергияны тазалау. Яғни тазалау кімнен басталады? Өзіңізден басталады. Өзіңізден басталғанда ең бірінші өзіңіздің жақсы ісіңізді, жақсы ниетіңізді бірінші сіз ата-анаңызға көрсетіңіз. Одан кейін бауырларыңызға көрсетіңіз. Одан кейін келген жеріңізге ата-енеңізге көрсетіңіз. Қыз болсақ күйеуіңізге көрсетіңіз. Жігіт болсаңыз әйеліңізге, әйеліңіздің қайын жұртына көрсетіңіз. Міне, өмірде жалпы осындай сыйластық. Сізге кездескен адамдардың барлығы да я сізге сабақ үшін кездесті, я болмаса сізді тазарту үшін кездесті. Осыны есіңізде сақтаңыз. Көп адамдар тұрып атқан жерінен кеткісі келеді. Қой, мына жерде адамдардың бәрі жаман дейді. Немесе істеп атқан жұмысында да қойшы құрсын, келіспеген жер, мен кетемін дейді. Олай емес. Міне, сіз тұрып жатқан жер сіздің, Алла тағала сізді сол жерге бір мәнмен әкеліп қойды. Яғни сіздің айналаңыздағы адамдардан алмағыңыз бар, сіздің немесе бермегіңіз бар. Мүмкін сол адамдарға сіз айналаңызда жаман адамдар болатын болса, айтады ғой, жаман адамдарға жаманшылық жасап емес, жаман адамдарға жақсы әдеп пен жақсы әдет көрсету арқылы ғана сіз оларда жеңе аласыз. Сіз өзіңіз жақсы болған кезде ғана Алла тағала бір кездегі сіздің араңыздағы қатты бекіп қалған жіпті үзеді де, сізге лайықты жерді сіз іздемесеңіз де, сізге бір сондай орайы келеді. Мысалы, менің бір таныс ағайыным бар, былай қарап отырсаң, ешқандай да рекламаға да ештеңеге де шықпайды. Бірақ қарап отырсаң, енді өзі бұл той басқаратын жігіт, ешқандай да рекламировать етіп ештеңесін салмайды. Бір Құдайдың құдіретімен оған тойдың да өзі келеді, адамдардың өзі іздеп келеді. Қандай бір ситуация болатын болса, балдарының да Құдайға шүкір барлық жолдары ашылып, әрқайсы өзінің орнымен грантқа түсе қояды. Мысалы, былайша қарап отырсаң, ешқандай да жүгіріп немесе біреуге бір жаңағы пара беріп, бірдеме қылып жатқан ештеңе жоқ. Бір Құдайына сеніп, барлық адамдар туралы жақсы қарым-қатынаста, жақсы ойда, үйіне келген адамдар болатын болса, жаңағы ас суын беріп, көрші көлеміне жақсы қызметін риясы жасап, яғни ар жағында маған не пайда, осы маған пайда бере ме деп емес, кәдімгі үлкен адамгершілікпен риясыз қызмет етіп жатқан мен өзімнің танысымды қарап отырсам, действительно шынымен де ешқандай, былай қарап отқанда барлық нәрсені Алла тағала оның барлық нығметті, жақсы нығметті үйіп төгіп оның шаңырағына беріп жатыр. Міне сол сияқты айтады ғой мына орыстарда, Бог в долгу не останется деп. Сол айтқандай, сіз жасаған жақсылықтың Алла тағала міндетті түрде қайырымын қайтарады. Сондықтан да сіз қазіргі кезде ауырып жүрсіз бе, жолыңыз болмай жүр ме, өмірде неше түрлі сәтсіздікке ұшырап жүрсіз бе, соның барлығы да бұл сіздердің біреулерді кешіре алмай жүргеніңіз, немесе жаңағы көзқарасыңыздың көбі қазіргі батыстық көзқараста бедеп айтып жатыр қазір адамдарға да. Қазір жер бетінде, енді басқа жаққа бармай қайықшы, өзіміздің қазақ еліміздің 80% сол оймен жүр. Яғни сен жеке өзіңді қалыптастыр, личный брендіңді қалыптастыр, личностыңды қалыптастыр дейді. Ал шығыс даналық айтады, не личность, а сущность дейді. Яғни сущность, жаратылыс. Сіз бірінші өзіңіздің жаратылысыңызды таныңыз. Мен мына өмірге не келдім, не үшін келдім?
не мақсатпен келдім? Сіздің мақсатыңыз ақша табу емес, ақша өзі-ақ келеді. Сіздің мақсатыңыз айналаңыздағы адамдармен жақсы қарым-қатынаста болып, солардың жақсы ықыласына бөлену, соларды риза қылу. Сіз өзгелерді риза қылатын болсаңыз, міндетті түрде Құдай сізді риза қылады. Жалпы енді бүгінгі әңгіме қысқаша осындай, яғни кешірім деп отқанымыз, бұл сіздің араңызда, адамдармен араңызда қатты бекіп қалатын, сізді былайша айтқанда құрсауда ұстайтын нәрсе. Сізді құрсауда ұстап, ұшырмайтын, жеңіл қылмайтын, бойыңызды ауыр қыла түсетін нәрсе бұл біреуді, өзгені кешірмеу. Сондықтан да Алла тағала өзі кешірімді құлдарын жақсы көреді деп бекерден бекер айтпаған. Яғни сіз кешіріңіз адамдарды. Сізден кешірім сұрамай жүрме. Сіз барып кешірім сұрап, бірінші сауабын алыңыз. Әрине енді бұндайлардың барлығының да өзінің техникалары бар. Бұны да алдыңғы сабақтарда айта отырамыз. Жалпы мен өзім келесі бір сабақтарымда, келесі бір видеоларымда дұға туралы айтқым келеді. Қазір кезде жұрттан көбі дұға деп жүрген нәрсемен мен айтатын дұғаның арасы жер мен көктей. Бір нәрсе айта кетейін, біздің әрқайсымыздың өзіміздің аузымыздан шығатын сөз бұл дұға. Сіз жақсы сөз айтсаңыз, жақсы дұға, жаман сөз айтсаңыз, жаман дұға. Міне мен өзімнің келесі видеомда осы туралы айтқым келеді. Және де менің каналыма жазылмағандарыңыз болса, жазылып кетіңіздер. Өздеріңіздің болашақта қандай ақпарат естігілеріңіз келеді, не білгілеріңіз келеді, сол жөнінде өздеріңіздің ойларыңызды ортаға салып кетіңіз. Мен сол бойынша осындай видеолар мен ақпараттар түсіретін боламын. Ал келесі кездескенше сау, сәлематта болыңыздар.